Өнегелі өмір, 3-5 із. Бір кезде асқар тауымыз болған әке, ақжаулығымен шаңырағымыздың шырағын жаққан ана мәңгілік мекеніне аттанды. Бірақ олардың жүріп өткен жолы, елге сіңірген еңбегі, ұрпағына қалдырған тәрбиесі ешқашан ұмытылмайды. Бүгін біз тағдырдың талай сынағынан сүрінбей өткен, ерлігі мен еңбегі ұрпағына мәңгілік өнеге болған ардақты әкеміз Мақат Сәрсенбайұлын, аяулы анамыз Күләш Жақия қызын және өмірден өткен жақындарымызды сағынышпен еске аламыз. Әкеміз Мақат Сәрсенбайұлы 1919 жылы 30 маусымда Қарқаралы ауданы Аққора бөлімшесіне қарасты Аққайың қыстағында дүниеге келген. Руы Әйтімбет. Әкесінен жастай айырылып, өмір ерте есейтті. 1941 жылы отан соғысы басталғанда Балқашта әскери дайындықтан өтіп, Ақмолада құрылған 106-шы кавалериялық дивизия құрамында майданға аттанды. 1942 жылы Днепропетровск маңында 6-шы армия қоршауында қалып тұтқынға алынды. Польша, Германия, содан кейін Францияда лагердегі азапты күндердің бірінде француз партизандарының қолдауымен босап шығады. 2 жыл сол батальон құрамында Францияның Альпи қаласының маңында партизан ретінде соғысты. 1945 жылы көктемде Франкфурт на Майне қаласында фильтрациядан өтіп, пойызбен Жапон фронтына жіберіледі. Соғыс аяқталғаннан кейін де тағдыр сынағы тоқтамады. Жапон майданына бара жатқан жолда жараланып, Белоруссиядағы госпитальда 8 ай емделеді. 1946 жылдың көктемінде елге оралады. Халқымыздың кебін киген келмейді, кебенек киген келеді деген сөз дәл осындай тағдырға айтылғандай. Елге оралған соң әкеміз бейбіт өмірдің майданында еңбек етті. 1948 жылдан бастап бар өмірін шахтаға арнады. 28 жыл бойы жер астында қара алтын өндіріп, маңдай терін төкті. Навалоотбойщиктен бастап комбайнердің көмекшісі, жер асты гроз қызметтерін атқарды. Адал еңбегі ешқашан елеусіз қалған жоқ. Әкеміз құрметті кенші, еңбек сіңірген кенші атанып, 1966 жылы Ленин орденімен марапатталды. Сонымен қатар 2-ші дәрежелі отан соғысы ордені және көптеген медальдердің иегері болды. Кейін 14 жыл Қарағанды энергоугіл мекемесінде жемісті еңбек етті. Қарапайымдылығы мен еңбекқорлығы оның ең үлкен марапаты еді. 2011 жылдың 25 наурызында 92 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Биыл әкеміздің дүниеден өткеніне 15 жыл толып отыр. Анамыз Күләш Жақия қызы 1925 жылдың 3 мамырында Қарқаралы ауданы Қасым Аманжолов ауылында дүниеге келген. Руы Қаракесек Әлтөбет. 5 жасында әкесінен айырылып, 1 жыл балалар үйінде тәрбиеленді. Кейін нағашыларының қолында өсіп, өмірдің ащысы мен тұщысын ерте таныды. Ұлы отан соғысы жылдарында тылда, қырманда еңбек етті. Поштада, ауылдық кеңесте қызмет атқарды. Майдандағы жауынгерлердің жеңісіне тылдағы жанкешті еңбегімен үлес қосты. Осы адал еңбегі үшін Ұлы отан соғысындағы ерен еңбегі үшін медальмен марапатталып, тыл еңбеккері атанды. Кейін 20 жыл бойы балабақшада еңбек етіп, талай бүлдіршіндерге тәлім тәрбие берді. 1948 жылы әкеміз бен анамыз отау құрды. Бір шаңырақ астында 60 жылдан астам өмір сүріп, қуанышты да, қайғыны да бірге көтерді. 5 перзент өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Балаларына адалдықты, еңбекқорлықты, үлкенді сыйлауды, елге қызмет етуді үйретті. Олардың ең үлкен байлығы артында қалған ұрпағы. Бүгін біз өмірден өткен бауырларымызды да ерекше сағынышпен еске аламыз. Әулеттің тұңғышы Құдайберген Мақатұлы 1949 жылы 3 желтоқсанда дүниеге келген. Қарағанды қаласындағы 22 шахтасында еңбек етті. Тағдырдың жазуымен 1999 жылы небәрі 49 жасында дүниеден өтіп кете барды. Камал Мақат қызы 1954 жылы 5 қаңтарда туған. Дәрігер болып 19 жыл Жезқазған мен Сәтпаев қалаларында халықтың денсаулығын сақтау жолында қызмет етті. Алайда тағдыр оның ғұмырын тым ерте үзді. 1996 жылы жол апатынан 42 жасында дүниеден озды. Биыл оның бақилық болғанына 30 жыл. Жара Мұхитжан Жапекұлы
руы Найман Жылгелді 1949 жылы 10 мамырда туған. Шахтада еңбек етіп, 1986 жылы 37 жасында өмірден өтті. Биыл оның дүниеден өткеніне 40 жыл толып отыр. Олардан Әмірхан мен Зейнеш атты ұрпақ қалды. Самара Мақат қызының жары Бақтыбай Кәкімұлы 1949 жылы 27 сәуірде туған. Руы Қанжығалы. Томск қаласының электроника институтын тәмамдап, 30 жыл Қарағанды политехникалық институтында қызмет атқарды. 2018 жылы 69 жасында дүние салды. Рымхан Мақатұлының жары Сәбила Жасымбек қызы 1954 жылы 3 мамырда Қаражар ауылында дүниеге келген. Руы Барғана Қоралас. Қоғамдық тамақтандыру саласында ұзақ жыл еңбек етіп, 2023 жылы 69 жасында мезгілсіз дүниеден өтті. Жақын жандардың жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады. Ерлік ұмытылмайды, еңбек еленеді, тәрбие ұрпақпен жалғасады. Сіздердің жарқын бейнелеріңіз әрдайым жүрегімізде. Сіздер салған сара жолдан таймай, өсиеттеріңізді аманат етіп, ұрпақтарыңыз өсіп келеді. Жандарыңыз пейіштің төрінен орын алсын. Жарқын естеліктеріңіз мәңгі жүрегімізде сақталады.